Айналғанда аятай қала шықты. Алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадық та селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Оран ұлы бетінен боздағы ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, қуыршақпен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күн еңкейсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жаманды жоқ көңіліңізде. Мұна отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана хәлін қарттан біз ұғындық кең. 23 жыл сарғайған құр үмітпен. 23 жыл сарғайған құр үмітпен. Сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәби оралмапты. Қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жолды қаптай кеп тозаң жапты. Қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далаға енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді.